Негізі асықпа. Мен өзім асықпай үйленгем. Мен асыққан жоқпын үйленуге. Асықпай жүрдім. Сол бір күні әкем шақырып алды да айтты: "Әй балам, ертерек үйлен" деді. Неге десек, Бауыржан Момышұлы айтқан: "Суырылмаған алмас қылышты тот басады, қылышыңды тот баспай тұрғанда үйленсейші балам" деді жаңағы. Осыны асықпай жүрдім, сол бір күні әкем шақырып алды да айтты: "Әй балам, биыл біреудің әйелін тартып алсаң да үйлен енді" деді. Сосын әкем айттым: "Әй, біреудің әйелін тартып алсаң да деген сөз бола ма? Орыстар айтады ғой, на чужом горе счастье не построишь" деп. Қасымда үйленгеніне 5 жыл болған құрдасым отырған. Сол айтып қойды: "Алмас, возьми мое горе" деп әйелін көрсетіп қойды. Сосын әкемнен сұраймын: "Әйелді қандайын алайын? Өзінен үлкенін алайын ба, кішісін алайын ба" деп. Әкем айтады: "Өзінен үлкенін алсаң, қартайды деп аяп жүресің. Өзінен кішісін алсаң, шашыңның ағын жасырып бояп жүресің" деп жаңағы. Сөйтсе анам айтады: "Балам, өзінен үлкенін ал, білмегенді сұрап аласың, үйреніп аласың, ақылдасып отырасың. Қазақта мақал бар: үлкен аяқ киім аяқты қажамайды, үлкен ал" деп қояды жаңағы. Сөйтіп айтып атсам, әкем айтады: "Ай балам, әйелдің үлкеніне қызықпай-ақ қой, кәрі сиырдың бұзауы кішкентай болады" деп жаңағы. Сөйтіп айтып атсам, әкем айтады, әкемнен сұраймын: "Әйелдің ірісін алайын ба, кішкентайын алайын ба" деп. Әкем айтады: "Балам, әйелдің ірісін ал, қыста жылы, жазда көлеңке болады" деп қояды жаңағы. Сөйтсе анам айтады: "Сен оны соғымға сойын деп атқан жоқсың ғой, әйелдің ірісін алмай-ақ қой, семіз тауық жұмыртқа таппайды" деп жаңағы. Сөйтсе әкем айтады: "Балам, әйелдің ірісін ал, ірі әйелдер, олар жуас болады, олар ұрысқақ болмайды, ал анау кішкентай шайнектер тез қайнайды" деп жаңағы. Сөйтсе анам айтады: "Балам, әйелдің ірісіне қызықпай-ақ қой, онсыз да кухня тар" деп қояды жаңағы. Бүкіл проблема соған тіреліп тұрғандай. Сөйтсе әкем айтады: "Ұлы сөзде ұяттық жоқ, әйелдің үлкенін ал. Қазақта мақал бар: бір асасаң май аса, шылқылдасын аузыңда. Әйел алсаң семіз ал, бұлқылдасын қойныңда" деп қояды жаңағы. Сөйтіп айтып атса, анам айтады: "Ай балам, әйелдің ірісіне қызықпай-ақ қой, семіз қойдың ғұмыры қысқа болады ғой балам" деп жаңағы. Сосын әкемнен сұрап жатырмын: "Әйелдің бойы биігін алайын ба, бойы аласасын алайын ба" деп. Әкем айтады: "Бойы биігін ал, бойын жеткен жерден сүйіп жүре бересің ғой" деп қояды жаңағы. Сөйтсе анам айтады: "Ай балам, өзінің бойын 1 метр, 1 қарыс. Ертең өзің сияқты бойы аласа келін әкелсең, ертең сендерден туған немерелерді микроскоппен іздеп жүреміз ба" деп қояды. Наоборот, келіні бойы биік болғаны ыңғайлы, шаруаға қолайлы дейді. Ой, шаруаға оның бойының не қатысы бар десем, келіні бойы биік болғаны шаруаға қолайлы, рахат, шифонердің үстінде шаң болмайды деп қояды жаңағы сөйтіп. Сосын енді сұрап жатырмын: "Ағын алайын ба, қарасын алайын ба" деп. Анам айтады: "Өзің ауылдан шыққан қара баласың, келіннің ағын ал, ертең хотя бы немерелерді жеркенбей сүйін" деп жаңағы. Сөйтсе әкем айтады: "Ой, анаң айта береді, махаббат оған қарамайды. Шынымен ғашық болсаң, маған десе қазанның түп күйесіндей қап-қара келіншекті спокойно ала бер, қара тауық та ақ жұмыртқа туады ғой" дейді жаңағы. Сосын енді сұрап жатырмын: "Сұлуын алайын ба, ақылдысын алайын ба" деп. Әкем айтады: "Сұлуынан жылуы, сұлуына қызықпай-ақ қой. Қазақта мақал бар: атың шұбар болса көзің тыныш, әйелің шұбар болса көңілің тыныш" дейді. Сөйтсе орыстарда айтады екен: "Чем страшнее жена, тем на сердце спокойнее" деп жаңағы. Енді қызғанбайсың деген ғой. Сосын енді сұрап жатырмын: "Жақсы әйел жаман әйелді қалай ажыратады" деп. Әкем айтады: "Жақсы әйел ол жақсы ат сияқты, қамшымен бір тартқанын 1 жылға жетеді" деп қояды. Ал жаман әйел ше десем, жаман әйел ол жақсы мотоцикл сияқты, бір тепкеннен сәбәттеліп ұрысып бұрқылдап кете береді деп қояды жаңағы. Сосын қартайғанда шизофрения болып өледі екен бойдақтар. Соны әкем айтсам, әкем айтады: "Рас балам, рас. Үйленген еркек жынданып та үлгермей қалады ғой балам" деп қояды. Ең соңында әкем айтып жатырмын: "Есінде болсын балам, дінді қате таңдасаң, о дүниеде қиналасың. Әйелді қате таңдасаң, бұл дүниеде қиналасың" дейді. Ендеше мен ойлаймын, қуанышымыз бен гүлназымыз екі дүниеде де қиналмайды деп. Бір қошемет сыйлап қояйықшы. Солай болсын деп.